Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Үй жағдайындағы қарапайым рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей қыстың қамын жазда ойла деп, жазда осылай қыстың қамын ойлап, балаларыңыз, отбасыңыз сүйсініп жейтін осындай вареньяларды жасап көрсететін боламын. Мінекей біз бүгін шиеден варенье жасаймыз. Осылай шиемізді жақсылап жуып алып, үлкен ыдысымызға жайғастырамыз. 10 кг шиеге 10 кг шекер салатын боламыз. Килосына кило саламыз. Мінекей осылай шекер құйып, араластырып, 5-6 сағатқа қойып қоятын боламыз. Дәл осы кезде 1 кружка су құйып жібересіздер. Мінекей 5-6 сағат тұрып, шекеріміз ере бастады. Отқа қоямыз, үлкен ыдысқа осылай құйып аламыз. Бірінші қайнауы 20 минут қайнатып алатын боламыз. Шиенің, өріктің көбігі көп болып шығып, тарқауы ұзақ уақыт алады. Сол себептен дәл осы әдісті мен пайдаланамын. Бір тілім сары майды салып жіберсек, көбігіміз тез тарқайды және екінші қайнауында көбігі шықпайтын болады қатты. Мінекей 20 минут уақытқа қараймыз. 20 минут қайнатып аламыз. Астынан ғана жаймендеп араластырып шығамыз. Мінекей байқасаңыздар көбігі азайып жатыр. Мінекей 20 минут қайнатып болған соң, астын сөндіріп 30-40 минут демалдырып аламыз. Міне дәл осылай 30-40 минут демалдырып аламыз. Міне әлі астын отын қосқан жоқпын. 30-40 минут өткізгеннен соң астын қайта қосып, екінші қайнатуын бастаймыз. Міне астыңғы отын қостым. Міне 20 минут тағы да екінші рет қайнатып алатын боламыз. Ұзақ қайнатудың қажеті жоқ. Шиенің вареньясын түсі қарайып, вишнямыздың формасы да өзгеріп кететін болады, езіліп қатты. Міне алдын ала стерильденген банкаларымызға қақпақтыда 5 минутқа қайнатып аламыз. Осылай стерильденген банкаларымызға құятын боламыз. 1 литрлік банкалар вареньяларға өте ыңғайлы. Ашылған кезде ұзақ уақытқа тұрып қалмайтын болады, тез таусылып кететін болады. Міне дәл осылай реттілікпен банкаларымыздың барлығына құйып шығатын боламыз. Мінекей 1 кружка су құйып жіберсеңіздер, өзінің сұйықтығы да әдемі болып шығады. Қатты сұйық, қатты қою емес. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлжаз.